Түркияда өн лисанс пен лисанстың айырмашылығын міндетті түрде білу керексіз. Егер сіз Түркияда оқуды жоспарлап жүрсеңіз, онда осы қысқа видеоны соңына дейін көріңіз. Екеуінің айырмашылығы, кемшіліктері, артықшылықтарын айтпастан бұрын каналыма жазылып кетіңіз. Себебі каналымда алдағы уақытта білімге қатысты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келістік пе? Кеттік, онда бастаймыз. Бірінші айырмашылық, өн лисанс дегеніміз қазақшаға аударсақ, яғни баламасы колледж. Колледжге тапсыру үшін, яғни өн лисансқа, біріншіден қолыңызда аттестат болу керек, 11 класстың. Екінші, бітіргендер, яғни колледж дипломымен түсе алады. Бұл жерде мүлдем жас шектеуі жоқ, кез келген жастағы кісілер тапсыра алады. 30-да болсаңыз да, 40-да болсаңыз да өн лисансқа тапсыру мүмкіндігіңіз бар. Лисанс дегеніміз ол бакалавриат. Бакалавриатты қатысу үшін сізге тоже аттестат 11 класстікі болу керек, міндетті түрде 9 класс қабылданбайды. Одан кейін барып, егер сіз колледж бітірген болсаңыз, колледждің диплом болу керек. Одан кейін ЕОС-пен түсуге тоже мүмкіндігіңіз бар. ЕОС дегеніміз шетелдіктерге арналған емтихан. Одан кейін айырмашылық уақыт жағынан, сіз өн лисансты 2 жыл оқисыз, ал лисансты 4 жыл оқисыз. Одан кейін өн лисанстың бағасы жағынан келетін болсақ, бағасы төмен болады, яғни 700, 1000, 800 әртүрлі баға болуы мүмкін. Бұл жобамен 36 000 теңге, сіз бұл 36 000 теңгені 2-ге бөліп төлейсіз, яғни бұл жылдық бағасы. Лисанстың бағасы біраз жоғары болады. Ол минимальный қазіргі бағамен есептесек, яғни 5000, 6000 деп жалғасып кете береді. Бұл универ және мамандыққа байланысты өзгереді бағалары. Екеуінде де диплом алынады. Екеуінде де оқуды бітіріп, жұмысқа тұру мүмкіндігіңіз бар. Одан кейін мен лисанстың диплом алғым келеді дейтін болсаңыз, өн лисансты бітіргеннен кейін тест болады. Тестке кіресіз, тесттен алған балыңызға қарай бакалавриаттағы мамандықтарға түсе аласыз, түсу мүмкіндігіңіз бар. Сол себепті ол бакалаврияға оқуға түссеңіз, сіз ол жерде 4 жыл оқымайсыз, қайтадан 2 жыл оқисыз. Сонымен жалпылама 4 жылыңыз кетеді. Сіздермен бірге болған Баян Жолдасова. Сізге видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып кетіңіздер. Үлкен алғысымды білдіремін. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Көрішмек üzere.